Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сөзінде айтады: сен жақсы сөз сөйле, не болмаса үндеме. Яғни біз бұдан нені оғамыз? Құрметті бауырлар, біз өсек айтудан, біреудің артынан ғайбат айтудан, ораза айында, тіпті басқа айларда да мұсылманның баласы сақтануға тиісті. Алла тағала қасиетті Құранда айтады: бір-бірлеріңді аңдымаңдар, мұсылмандар бір-бірін ғайбаттамасын. Яғни сендер өліп қалған, яғни бауырының етін жегенді қалайма дейді. Құдай сақтасын, құрметті ағайын, ғайбат айтудың, өсек айтудың азабы өте қатты. Алла тағала қасиетті Құранда айтады: олар, яғни өсекшілер, ғайбатшылар ең Алла тағаланың қиын азабымен жаһаннамда тозақтың, тамұқтың түбінде азапталады дейді. Алла сақтасын. Сондықтан құрметті ағайын, біз шамамыз келгенше мына тілімізге ие